Көлаш ауылының халқы үшін тамаша жаңалық. Бүгіннен бастап мына бір сіздер көріп тұрған 213 бағыттағы қоғамдық көліктер іске қосылды. Су жаңа автобустар таңғы 5:30-нан бастап дәл осы Көлаш ауылынан Екпінді, Елтай, Көкөзек ауылдар арқылы Барахолканың Сәлем базарына дейін қатынайды. Ауылдан алып шаһар Алматыға бет алатын жаңа маршруттың жүруіне Қарасай ауданының әкімі Жасұлан Естенов тікелей ықпал еткенін айта кеткен жөн. Бүгін автобустардың алғашқы жолаушылары осы жақсы жаңалыққа куә болып, ризашылықтарын білдіруде. Автобусымыз құтты болсын, іші толы клиент болсын, ақшаларың көп болсын. Қарасай ауданының әкіміне рахмет. Халықтың жағдайын ойлаған әкімге көп рахмет айтамыз ғой. Сол менің айтатыным. Рахмет балалар. Қоғамдық көліктердің барлығына оңай төлем жүйесі орнатылған. Жол ақысы 80 теңге. Таң бозынан елге қызмет ететін көліктердің іші кең, барлығы жап-жаңа қалпында іске қосылған. Соңғы жүрісін кешкі 10:30-да аяқтайтын көліктердің қызметі Алматы қаласының мобильдік басқармасы арқылы қадағаланады. Бұл жайында бізге Қарасай аудандық әкімдігіндегі дәл осы салаға жауапты Жанат Шакиров жан-жақты түсіндірді. Өткен жылы күз айында аудан әкімі Жасұлан Тоқожаевич Алматы қаласы мобильдік басқармасының басшыларымен кездесіп келіссөздер жүргізді. Соның нәтижесінде қазіргі уақытта 213-ші Көлаш Алматы қаласының Сәлем базарына дейін жүретін маршрут ашылып отыр. Жылжымалы құрамында 20 автобус жүр. Жүру ара қашықтығы интервал дейміз ғой, интервалы 9 минутты құрайды.